Жұматай Абдрахманов Көгімді шыққан күн. 2 бөлім. Оттой қызарған күн бөксі тоғудың артына жашынып, көгім кіріп баратты. Тоқойдан шыққан малдың тұяғынан шыққан чаң айлананы қаптап, жө тұман сияқту былғып, жай барақатынан өйді көтеріліп жатады. Енелерін іздеген қозылардың мағыраған ұғылып, мал айдағандардың ара тұры өйт деген үндірі ышқырығы шыға баштады. Бұлақтың жиегіндегі отырғышта 2 қараған отырады. Алар Таштанбек менен Күләшілі. Түшкі тамаққа деп кеткен Таштанбек менен қалыс, бұлақтан ұзағандан соң Күләш үйіне барбастан бұлаққа қайрылып келіп, отырғыштан орын алған. Аға арнап тамақ даярдалып атпаған соң, енесінің үйіне барған емес. Барықтап, бізге кім тамақ жасап, кім күтіп тұрады дейсің? Моймышқа, Кечке барып, біразырақ өзек жаласақ болды, бұйырса. Бұйырса, анысында көрербіз. Аштан өлсем құдайыма барармын. Дегелі қорқы тұрған алым қалбады. Саға сүтке нан турап берем. Торпаққа берген сүттен алып қойғым, деп мышығыменен сөйлеуші отыра берген. Шындығында анын ойы башқада болды. Майектешкенге шерік тауылғанына ішінен сүйініп отырды. Эмнегедір Таштанбектен келішін чыдамсыздық менен күтіп, дағы сөйлешкісі келіп атты. Арманымда айтчу адамды таптым бы, же өзімді өзім алдап атам бы. Сен қандай ойлайсың, Моймышқа? Бұл кишінің сырын жақшы білбей тұр өлі, ачылып, чачылып, дастарқұнғы төккін борсық той қылып, сырымды төге баштап тұрмын ғой. Бұл қылғаным тура болды ғой, же жоқ бұ? Ол жауай менен да мінтеп сырдашқаным есімде жоқ екен. Бірақ бұл кишіден қандайдыр бір жылы ұлық илеуі келіп тұрғанын сезгендей болдым. Қантып чешіліп сөйлеу баштағанымды да байқабай қалып тұрмын ғой. Ичімдегі арман ызам өзінен өселе орғыштап шығып, ашып, ташып, шарқырап ағып төгіліп кірді ғой. Дегіле тура қылып атам ба? Сен қандай дейсің, Моймышқа? Деп мышығын көтеріп бетіне үңілі қарады. Аңғыча Таштанбектің қадамынан шыққан дауыш Күләштің ойын бұзып жіберді. Артына бұрыла қалса, ақырын басып келе жатқан екен, орнына тұра қалды. Таштанбек келіп, отырғыштың ұшынан орын алған соң, алда тізе бүкті. Теге кеше үндөбеген соң Күләш сөз баштады. Түшкі тамақтан кейін жатып ес албадыңыз ба, құда? Деді да, анан шашып кетіп. Ой, құда десем туреле олауы? Деді қылчая қарап. Башын білінер-білінбес екі келіп. Туреле болады құдайым. Қандай айтсаң да бола береді. Шындығында бұл айылға құда екенім жалған емес. Деді Таштанбек, анан Күләшті қылая қарап. Сенің әңгемеңден уландысын ұққым келді. Ошо шашып келдім. Деді. Ертең менен қапысынан іле арманымды айтып, көп сөйлеп та қойдым оқшайды. Өзімді біраз ыңғайсыз сезіп те жатам. Жоқ. Көп сөйлеп деген тур емес. Қайра жақшы болбады. Алақсып, уақыт қандай өткенін білбей қалдық. Үшінтіп сөйлешкенге да біреу керек екен ғой. Адам емес айбандардағы екі-екіден кебірлері үйір-үйір болып жашайды емес пе? Демек, жалғыздықты жануарлардағы жақтырышпайды. Бекерінен Құдай тағаламда адам атаға жанаштырып, ово инені жаратқан емес шығар. Аныңыз чын. Жаманда болса, жаныңда жарың болғаны жақшы екен ғой. Мен, деп баратып, эмнегедір тоқтай қалды да, анан біраздан соң. Мен әлі сөйлей беріп, сіздің башыңызды орда тұрған болым оқшайды. Кешіріңіз, сөз бербей тұрған неме екен деп ойлап қалбаңыз, деді жылмайын қырап. Ой, тескерісінше, ең жақшы болып атат, ермек болып. Мен абдан сүйініп атам. Екеуіздің башқа ешкім жоқ, сөйлей бер. Мыйым бар да, деді Күләш күліп, мышығын сылап. Баса, аны ұнытып қалған тұрбайым, кешірім сұрайым, деді Таштанбек тағы күліп. Қапы болбаңыз, ұшыл мышықты қараған тұтып қалдым. Ұялбай мышығым менен сөйлешім, сырдашам, сөйлей албаса да, мұр деген болып қояды. Бакутум, Моймышқам деп еркелетем. Мен мышықты өте беріліп жақшы көрбеймін ділі. Бірақ қалыс қарайым. Мышықта болса Құдайдың жаратқан мақұлығы.
мышық болып жаралып қалғанына аның күнөөсү жокко деп ойлойм. Жемжерт болуп калды. Мышыгын сылап олтуруп, аңгеме айтып бербейсизби? Деди Күләш. Албетте, айта турган аңгеме табылат дечи. 75 жылдан ашкан жашоодо нелер баштан өтпөдү дейсиң? Бирок ошол окуяларды кызыктуу кылып, кыябын келтирип айтканды да билиши керек окшойт. Кээ бир адамдар бар эмеспи? Сүйлөп атканда таңдайынан бал тамып аткансыйт. Улам уккан сайын уккун келет. Кулагыңдын кычуусу канып, дагы сүйлөй түшсө экен деп кызыгың артып отурат. Далалат кылып, ар бир сөзүн текке кетирбей укканга аракет кыласың. Анын жанында кээ бирөөлөр кызыктуу окуяны дагы түзүктөп айта албайт. Канчалык жомок кылып айтып атса да сөзүнүн кунары жок. Супсак болуп, маңызын езип, тажатып жиберишет эмеспи? Эл арасында аңгемесин кызык айта албагандар да кездешет турбайбы? Ошонун сыңарындай мен сүйлөгөндү эмес, укканды көбүрөөк жактырам. Башынан эле бала күнүмдөн тартып жолоштордун катарына кирип келгеним чын. Жолошторум, коло коңшулар, тууган уруктарым деле бардыгы жерден үн чыкса чыгат, Таштанбектен үн да чыкпайт деп тамашачынга аралаштырып айтып калышат экен. Кээде угуза да айтып жүрүшөт деп Таштанбек жылмайган болуп койду. Анан алдыртаан караган Күләш, жок, менин оюмча андай эмес го дейм. Себеби сиздин куюлуштуруп сүйлөп атканыңыздан эле дээриңизде түпкүрдө бир ачылбаган таланттын жышаны бар экенинен кабар берип турганын баамдаса болчу да экен, деди. Саал ыңгайсыз боло түшкөн Таштанбек, ой, менде кайдагы талант дейсиң? Деп борс этип күлгөн болуп койду. Көп сүйлөбөгөндөр абдан ойчул болуп келет деп айтылганын укканым бар. Улуу муундагылар дагы акылдуу адам көп сүйлөбөйт, көп угат дешет экен го. Дымый түшкөн Таштанбек, балким, деп жылмайып алды да анан чочугансып, мен өзүмө өзүм таң калып атам. Ментип чечилип сүйлөчү эмес элем, мага эмне болуп атат, түшүнбөй да турам, деди ойлуу. Андай эмес окшойт, деди Күләш дагы алдыртан жылмайып. Бирок кокуй, бул айтканыңды эч ким укпасын. Карыганда Таштанбектин таланты ташкындап кетиптир деген сөз эл аралап кетпесин дагы. Анда эле курбу чалдардын балесине калдым дей бер, деп карсылдап күлүп калды. Күләш саал тумсуро, мен эч ким менен сыр чечишип сүйлөшпөйм. Сүйлөшө турган кишим да жок. Ошондуктан экөөбүздүн ортобуздагы сөз менден чыкпайт, деди. Заматта музтое калган Таштанбек, мен куруйун. Сени ушакчы дегендей болуп калдым окшойт. Кечирип кой элин. Көрдүңбү? Кээде ушинтип орду дайыны жок эле балп этирип алмайм ба да, деди ыңгайсызданып. Жок, андай эмес. Кечире тургандай эчтеме деле айткан жоксуз. Мен капа болбойм сизге. Тескерисинче мени кечириңиз. Таштанбек угулар угулбас үшкүрүп алды да, ошентчи. Жүрөгүм ордуна келип алсын. Баса, сен эмнеге кечирим сурайсың? Ойлонбоңуз, көп сүйлөгөнүмдү эле айтам, деди да Таштанбекти тикке карап, кантке менен турмуштун көп жылдык тажрыйбасы бар экени көрүнүп турат. Бригадир, перма, же дагы ушуга окшогон кызматтарды иштеп келсеңиз керек го. Эл башкарып жүргөнүңүз байкалып эле турат. Борсулдап күлүп алып, көптөн бери мынтип күлө да эле келем. Аның чын. Бригадир болмуш болуп жүргөнүм чын. Колхоздун ишенип берген иштерин аткарып жүрдүк. 5-10 кишиге деле башчылык кылган оңой иш эмес. Кыргызда 10 башы, 100 башы, 1000 башы, анан ары түмөн башы дегендер болгонун угуп калганым бар. Элди башкаруу үй бүлөдөн башталып, анан 10 кишини башкаргандан уланып кетсе керек, деди Күләш. Сеники да туура чыгар. Карачы, жырга эле түшпөдүмбү? Жакшы адамдын жарыгы ушинтип тийбей койбойт экен. Качан күлгөнүмдү да унутуп калдым эле. Мына, сага жолукканы ермектешип, кеп уруп, андан да жакшысы күлүп да жатабыз. Бул кубанычыбызды Кудай кут кылса экен. Мактап салдыңыз. Уялтайын дедиңизби? Ой, жок, кокуянты көрбө.
Жақшы адам екенің бешенеңден эле көрініп тұрат қаралдым. Баса, жашың қанчада? Қаралдым, айланайын деп эле сенің жашыңды білбей сүйлеп атам. Тура эле болуп атабы? Капа кылып алган жокмунбу? Сагыл ыңгайсыз боло түштүбү, бети кызарып чыккан Күләш. 47-демин, деди. Олду бичара-ай, жаш эле неме турбайбы? Турмуштун сапкысын көп тарткандыгы окшойт го. 60ка чыккан байбичеден бетер. Эртере ак саамай боло баштаптыр, бирок саамай агарганы менен жаштык деме ошол эле бойдон окшойт, деп ойлогон Таштанбек Күләшти жалоору карап койду. Жакшы экен. Оң гүлүңдүн бирөөсү да ача элек турбайбы? Көп эле кайгыра бербе. Жакшылыктын баары алдыда экен. Жылуу сөзүңүзгө рахмат, бирок алды жагымдан жарык көрбөгөнсүйм. Үмүт үзбө. Буйруса баары жакшы болот. Кудайдан жакшылык деле тилей бер. Тунжурап бейир чекитти тиктеген Күләш. Эс тартканы бактылуу күндөрүм болгонбу же, ыйлаган эле күндү көрүп келе жатамбы? Ушинтип, уш сыяктуу ойлорду да көп ойлоном. Эсимде, онду бүтүп эле жогорку окууга тапшырганы Борборго баргам. Буйрук экен 20 жашка толуп элегимде эле Олжобойго туш болдум. Насибим байланып калыптыр, отуруп калдым. Чейрек кылымдан ашык никеде болуп турмун, деп үшкүрүп алды. Таштанбек сөзүнүн угун башка жакка бургусу келип, мен туура эле айтып атып турмун. Менден 27 жаш кичүү экенсиң. 27 жаш болсо, анда сиз 70 кажадасыз. Мен 74-кө толдум. Пашпортум боюнча ушундай, анан чындыгы кандай экенин жакшы да билбейм. Илгери кат сабаты жаңы жоюлган каттоочулар ар кандай кылып жаза беришчү экен. Апамдын айтып калганы кулагымда калыптыр. Ак буудай орла баштаганда көргөм сени деп калчу. Жылы кайсы жыл экенин апам өзү да так билбесе керек. Мен төрөлгөндөн 2-3 жыл өтүп кеткенден кийин метрика дегенди жаздырыптыр атам. Билишимче 6-7 жаш, жашыраак болуп жазылып калсам да керек. Ошондой болсо да, сизди 74 жашта деп эч ким айта албайт. Жаш көрүнөт экенсиз. Байбичеңиз жарашкан окшойт. Жакшы сакталыптырсыз. Жаш көрүнбөй, жамыран кылайын. Мурункумдай кайдан болсун. Баягы караганда баскан турганым оорлошуп баратат. 80 жашта алыс эмес экени билинип калды. Отурган турганда кол ойлоп кала турган болдум. Балким байбичеден айрылбасам көп билинбейт беле, деп да ойлоп коем. Күләш Таштанбек аксакалды тиктеп, сыртыңыздан абдан жаш көрүнөт экенсиз. 60-тын кырына эми чыккандайсыз. Ой, мына, мени жашартып салдың го. Кубантайын дедиң окшойт, деп карсылдап күлгөн Таштанбек. Рахмат, деп чери жазылгандай болду. Чын эле, деди Күләш да жылмайып. Күлкүсүн тыйган Таштанбек. Ошондой эле болсо экен. Качан жараткан алып кеткенче тыңыраак басып жүргөнгө не жатсын. Кудай пендем десе төшөккө жаткырбасын. Буту колум, 6 саным аман болуп өтүп кетсем арманым жок. Көктү тиктеп төшөккө жатып калгандан өткөн тозок бар дейсиң бе? Кудай ошодон сактаса экен. Пендем десе кор кылбай эч кимге жок кылбаса экен. Кемпирим бар болсо да көп билинбейт беле. Келиндерге күн түшүрсө, анда эле кор болгонум дей бер. Бутуң менен чуркап жүргөндө жакпайсың, кокус жатып калсаң. Кудай анын бетин аркысынча ойлогум да келбейт, деди Замат да мустоя калып. Тым-тырс болуп калды. Күләш та жер тиктеген калыбынан жазбай ойго чөмүлө түштү окшойт. Аздан соң Таштанбек тамагын кырып алып, көзүңчө мактаганымды туура түшүн, бирок акты ак деп эле өз аты менен айтканды туура көрөм. Мүлүк талашпай, ары бери айтышпай, өзүң айткандай 25 жылдан ашык мээнет кылып, өз колуң менен курган орун очогуңду, ордолуу шаарыңды эшиктен келип төр меники деген бирөөгө таштап кеткениң эле канча деген эрдик. Ооба. Эрдик эмей эмне? Болгонду да көп кишинин колунан келе бербей турган эрдик. Жакшы экениңди далилдеп турган көп белгилердин бири ушул деп түшүнөм мен. Болбосо, чындап акыйкат, калыстыкты териштире келгенде, үй жай дагы
Мүлік тағы бары сенде қалғаны тура болмақ. Эч ким талаша тұрған жерде емес екен. Тілекке қаршы андай болып тұр. Аш көздік менен ақиқатсыздық, әділеттікті жеңіп кетіптір. Өзің дағы теңелбейін деген тұрбайсың ба? Балким ал қылғаныңда тура шығар. Уялта тұрған болдыңыз ғой, деп Күләштің беті қызарып шықты. Жоқ, уялба. Мен өз көзім менен көріп, өз құлағым менен ұғып тұрғанда айтып атам. Біреуден ұқсам башқа маселелі. Сын пікір айтып атқаныңыз, сізде дағы оңай олтай адам емес екендігіңізден хабар беріп атат. Таштанбек дағы күліп жіберді да, «Анеке, көбіз біре-біреуізді мақтап атқанымызды көрген, ұққан кеше ичи езілген күлмек бөлегін білет», деді борсылдап. Біреу ұғат деп қалып айтқаныңыз тура болбой қалат болш керек. Күл қаралаш, аның тура шығар, деп алды да. Бирок көп жашаған білбейді, көпті көрген білет деген дағы нақыл кеп бар емес бе. Ансың арындай мен көпті көрі алдым ба, жоқ па білбейм. Болғаны 8 жылдық әлі білмем бар. Илгеректе сағад әлі қатты таныған адамды чарбаның қызматтарына қоя берішчі. Қызмат деген дейділі чоң қызмат емес. Айдап кел, байлап келден біраз әлі айырмасы бар. Қанша балаңыз бар? Құдайдың құлағы сүйінсін, 3 қыз, 4 ұлым бар. Біздің уақытта атыларымыз көрсеткен әлі қызға үйленчіміз, деп ойлана қалды Таштанбек. Алдыртан қараған Күләш, сіз қанты үйлендіңіз әлі? Мен бұл чоқ аялымды танышы демесмін. Шын әлі ме? Оға, есімде үйленім деген ойды жоқ жүрсем әлі бір күні Арқойыздегі Ешенқұлдың қызына жуучы жібердік. Қамын, деп әлі қойды атам. Анан әлі жуучылар жақшы қауыр алып келішті дешті. Ал уақытта көлік жоқ мал емес біле, атту бардық. Жеңесі шығарып берді, мен атқа уч қаштырып әлі алып келгем. Ошентіп, атамдың бір оз сөз әлі тағдырымызды шешіп қойған. Бірақ жаман болған жоқ. Құдайға тоғы қылсам да болады. 7 балалы болдық. Керез үйде олтырды. Мен актив болмыш болып, колхоздың ішінде жүрдім. Жамандыр жақшыдыр елге қызмат қылдым десем болчыдайбы, білбейм. Нұрчайым болса қыздарыбыздың ұлысы, деп барып ұншықпай қалды Таштанбек ақсақал. Күләш тағы үндебеді, сияғы жолтау болбойын деді оқшайды. Сағалдан соң, азырқылардың ақуалы тап тақыр башқа чабап қалды. Аты-несі көрсеткен қызға үйлену деген қалып қалбады ба. Бірақ қалысты үшін айтқанда, ала қачып, жула қачып барып үйленіп алышқандар дағы жоқ емес оқшайды. Жолдан белден әлі ала қачып кеткенде тура өже тур емес пе. Қаларды кемеліктеп, кемжіліктеп атат. Шындығында қалысты үшін айтқанда, сөйлешіп жүру әлі үйленгендер дағы көп өтпей ажырашып кетіп атышат. Өздері жақтырып баш қошқандарды қайсы қара теке сүзіп атат, түшініп болбай қалды. Неке деген айық нәрсені ойыншық қатары көргендер дағы көбейбеді бе. Сіз маға қарағанда абдан бақытлы адам екенсіз. Балдарыңыз, қыздарыңыз, небірлеріңіз де бар, деп Күләш ұлытынып алды. Оа, бар. Құдайға мен мәртебе тобы. Бірақ атадан 6 болсың да, бір жалғыздық башта бар демекче, балдарың да қыздарың да жалғыздықты жеңіп бере албайды екен. Жан жолдашыңа ешкім жетпей тұрбай ба? Тура айтасыз, деп барып Күләш ұншықпай қалды да анан. Улу сөзде уят жоқ дейді емес пе? Кешірім сұрайын, бірақ 30 ұлым болғыча осырақ чалым болсочы дейді екен ғой. Сіз айтқандай, жаманда болса жан жолдаштың ордын ешкім толықтай албайды екен. Мен ол жауайдың қаншанша аялы екенімді да тақ білбейім дебедім бе? Сұрап тұрмын дағы. Өзі шешіліп айтып да берген емес. Мұрын бір некелі болғам деулі қысқаша айтып қойған. Елін айтымында қайтыш болғанында ар кімден ұққаныма қарағанда, мен екінші емес 3-ші жары болып тұрмын. Шайым болса 4-ші болып жатады. Қысқасы, ол жауайдың таржымалынан шын төгінін білбейм. Қызығы биліктеген дәмесмін. Барғандан әлі түйшіктен арылған жоқмын. Көп өтпей, апасы қайненім дүйіне салды. Ана ақырқы сапарға ұзату вазипасы менен әректендік. Анан үй жайын оңдоғанча бір топ жыл өтіп кетті. Андан кейін жалғыз қарындашын орныча қалдырабыз деп убара тарттық.
Бары бүттіғі десек, менің дарлануыма тура келді. Ошентип жүріп, уақыттың учуп өтүп атканын байкабай жаштык кездин баркына жетип баалап турмун дагы. Жашоонун ракаты болгон жаштык деген нерсе зымырык куштай бир көрүнүп анан учуп өтүп көздөн кайын болуп кетерин сезбей да билбей да калып турмун, деди жертиктеген калыбын жазбай. Таштанбек унчукпады. Салдан соң: мен сизди сыртыңыздан таанычумун дебедимби? Чынымды айтайын, сизди биринчи ирет көргөндө эле көзүмө ушунчалык жакшы көрүнгөнсүз. Эмне үчүн экенин азыр да айта албайм, бирок кандайдыр бир жылуу сезим ошол күндөн бери менде жашап, сакталып келе жаткан сыяктуу, деп жертиктеп калды да анан: балким жолдошумдун өңү серт болгондуку болсо керек. Сиздей келишкен жигитти жандап баскым келип кетчү, бирок ал убакта менин бул кыялым орундаларына көзүм жетчү эмес. Жөн гана таттуу кыял катары эч кимге билгизбей, көкүрөгүмдө сактап келсем керек. Азыр ошол кыялым ашкере болуп, жамы журтка белгилүү болуп калгансып, ал кыялымды кимден экенин билбейм, кызгангансып да кетип атам, деди. Күләштин бети оттой кызарып чыкты. Таштанбек үндөбөдү. Алдыртаң гана күләшти тиктеп, эмнегедир бир көргөндө эле Таштанбекте дагы жылуу сезим пайда болгонун эстеп, эмне болуп баратканына түшүнө албай жатты. Анан: келишкен жигит дегениң жакшы болду го, деп каткырып жиберди. Ошол убакта келишкен эле жигит болчусуз. Азыр деле жараткандын жалгыз сизге энчилеп берген сынынан айрылбаптырсыз, деп Күләш дагы жылмайган болду. Жылуу сөзүңө рахмат, бирок сыртымдан сыр бербеген менен көңтөй дарактай эле борпоң болуп калдым окшойт. Эң башкысы ички дүйнөңүздүн тазалыгы, пейлиңиздин кеңдиги бешенеңизден эле көрүнүп турат, деди да. Сизге жолуккандан берки менин да уйкум тынч болгонсуп калды. Эмнеге экенин билбейм, бирок качанкы бир мезгилде жоготуп алган бир кымбат буюмумду таап алгансып калдым. Эртең мененки дасторконду даярдап жатып: калыс, атамды чайга келди, деди Нурчайым. Төркү бөлмөгө кирип чыккан Калыс: Нурчайым, атам үйгө бүгүн дагы түнөбөсө керек го? Ия, бүгүн дагы дегениң кандай? Үйгө түнөбөй жүргөндө көп болуп калганын билбейсиңби? Ай, эмне дейт? Түндө уктай албай чыгам дегеннен түнкүсүн ары бери басып жүрөт окшойт го деп эле жүргөм, деди Нурчайым шыбырап, көздөрүн алайтып. Билбейм, түнү менен эле аракы терки басып чыгат дейсиңби? Анысын деле ойлоп турмун го. Кечээ кечки тамакка да кеч келбеди беле? Келгендейм да чакыртып кетирбедик беле? Деп Калыс да шыбырап, эки жагын каранып алды. Төркү бөлмөгө баш багып чыккан Нурчайым: төшөгүнө жатпаптыр, кайрыгы кетип калдыбы? Ой, кетсе айтып кетет эле да. Ооба да. Жок, кеткендей болгон жок. Айбаса, Нурчайым, эл арасындагы кептерди угуп атасыңбы сен? Эмне кеп? Атам тиги Күләш эженин времянкасында түнөп жүрөт имиш, деп оозун баса калды. Ай, я кокуй, эмне дейсиң? Ооба, эл арасында ушундай ушактар айтылып атыптыр. Бирок түнөп калбайт болуш керек, таңга маал келип калат го дейм. Ай, ушакпы чечимби? Билбейм. Ооба, кечээ да таңга маал келгендей болду. Сырткы эшик ачылып, жабылып жаткандай кыйчылдаган үн чыгып аткан болчу. Тышка чыгып келе жатса керек деп эле ойлоп койгом. Эми эмне кылабыз? Ай, мен кайдан билейин? Баса, Сатар акем менен Зуракандын табасы канат экен да эми? Эмнеге? Ой, өткөндө апамдын жылдыгына баргандачы, атамдын акыбалын көрүп алып, бир азыраак сүйлөнгөн болчумун. Сен эле болсоң, бир азыраак сүйлөнүп калган чыгарсың. Мени коркуткансып буркан шаркан түштүң да. Бирок Зуракан жеңеңдин атама кылган мамилесин элдин баары эле билет экен. Апам байкуш эч бир сырды сыртка чыгарбай жүргөнүн билебиз да. Келиндерине такыр чаң жугузгусу келчү эмес эле го. Жарыктык. Бирок эл деген эл экен. Азыркы күнгө чейин кеп сөз ачык айтылып эле жүрөт. Койчу аны, азыр башка кеп. Аңгыча Калыс: айткандай, булактын жээгинде отурган жокпу? Деп кыйкырып жиберди. Ооба да, баса дейм да. Бар чакырып кел, чочуп да кетсемчи деги.
Мен кеттім, деп қалыс шашыла жөнеді. Алыстан эле бұлақтың жээгинде күләшменен отырған қайнатасын көрді. Шыпылдай басып келіп, саламатсыздарбы? Деді бірдемеден шекшіп атқан немедей алды артын қыранып. Өн шыққан жақты жалт қараған күләш, саламатчылық, қалыссың бы? Деді. Хурулугу қармалып қалған кишидей беті оттой қызарып шықты. Ата, чайға жүріңіз, деп қалыс қайнатасына сүйлеп атқаны менен көзін күләштен алған жоқ. Анан есіне келе қалып, жүріңіз, сіз де чайға жүріңіз еже, деді. Башын көтербестен, рахмат, іштім, деді күләш. Қайнатасын ерткен қалыс үйге кіргенде Нұршайым дастарқонды даярдап күтіп отырған екен. Келіңіз ата, оқатты сығанда ичеле. Алдаға келген тамақты өнсіз иче башташты. Ешкім үндеген жоқ. Қалыс менен Нұршайым тымызын Таштанбекті қырап отырышты. Ойыншықпай отырған менен ар кемесінің ойлары уйгу-туйгу болып атқан эле. Қалыстан сөз баштаған Нұршайым, ата, деп тамағын қырған болып, ата, деді. О, ата, сіз... Нұршайым мұқақтана баштады. Айта қой қызым, деді Таштанбек осындағысын маашырларына чайнап. Алдырдан қалысты тіктеген Нұршайым жардам сұрағансып, қайтар сөзін баштай албай атты. Пияладағы чайды уырттап алып қалысқа uzatқан Таштанбек, садақа олайын айта бер, пенсиям келді бе, балдар беріп жіберішмек емес біле, деді жайбарақатынан. Демейді тақалбай сөйлеген Нұршайым бұл жолы сөз таппай жатқансып, ынтығып атты. Қалыстағы көзінің төбесіменен қайнатасын қарап бірақ үн шығара албай отырды. Чымырқанғаны білініп қалса дағы, пенсияңыз келген жоқ. Мен, деп барып тамағын қырып, теге сіз үйге түнебей, деп анан ары емне дейірін білбей қалды Нұршайым. Қорс еткізе жөтіліп алған Таштанбек қызының күтөсізден айтқан сөзінің төркінін түшіне қалды да, емне деп айтарын білбей тұнжырай түшті. Жым-жырт. Ешкім дап сөйлеген жоқ. Пияладағы чайы түгеніп қалса дағы Таштанбек ұзата албай отыра берді. Мен малға шығып келейінші. Сіз шашпай іші беріңіз ата, деп алаған жай бетін сылаған қалыс орнынан тұра жөнеді. Бұт киіммен кигешекте, қалыс, біразға тұра тұрчы, деді Нұршайым. Босоғыда тұрып қалған қалыс, малды жай қарышым керек, ашқа тұрышат, кете берейінші, деді қиылып. Жетішесің, шашпачы, сен да уқ, деді да анан атасына қарап. Ата, уылдарыңыздың барын болбаса дағы Сатар әкемді шақырталы, деді. Таштанбек үндебеді. Орыны жашырсаң өлім ашкере дейтімес пе? Ошысың ары жашырған менен болуы. Акемдер башқа біреуден ұққычақты бізден әлі ұқсын. Акемді білесіз ғой, тарынып жүрбесін, шылта өле таппай тұрышаталар. Атайла біле айттыралы, келішсін, деді Нұршайым. Таштанбек ішінен ойғы батты. Қызым тура айтады. Келсін, күләшменен танышсын. Жашыра тұрған ештеме қылған жоқ. Елге жұртқа ертішеулі баралы. Анын емнесі бар екен? Бар өзілі, біздей болып тауышқандар аз біле. Тарықты естей тұрған болсақ, толған тоқой мисалдар бар емес пе? Оға, Құдай қошты бізді. Керезім тарын бастыр дейм. Тура түшінеттір. Көзі тірі көзіне чөп салған емесмін. Ала жіпті аттаған емесмін. Мен ішенем, керезімнен арвағым маға тарынбайды. Алтыны Таштанбектен ұйқы қашты. Көзін жұмсылы күләштің елесі келеді. Емне олады, деген сұры ұламдан ұлам қайталанады. Таңға жуықына көзі үйленіп кетіптір. Түш көрді. Нешөрлігін жаан жауап атқанымеш, бетіне ұрған жаандан қорғылыған Таштанбек, ичігінің жақасын қымтыланып қараңғыда жол таппай келе жатқан екен, ұлам бір чұңқырға түшіп кетіп, андан шыға албай далбастайды. Аңғыча көк асман тарс жарылып, чағылған айлананы күндізгідей жарық қылып жібереді. Ылай болған қолдарымен жер тырмалаған Таштанбек чарчап, қолы туыр болып қимылдоудың қылады. Ошо маалда аппақ көйнек киіп алған керес пайда болады екен да, Таштанбекке қолын ұсынатымыш. Таштанбек кереске қолын сұналбай қиналады. Аңғыча керес Таштанбектің білегінен қармай қалып, жерден жеңіл көтеріп алады екен. Емелен өшеліп жаған жан тып
тоқтап қалыптыр. Қараңғы түн заматта тарап, айлана жарық болот түшөт. Таштанбек керезде таңқала қарап, «Сен қайдан келе қалдың?» дейді. «Саға шашып келдім». Керездің үні жаңырып алыстан ұғылғандай болады. «Келгенің жақшы болбады ва? Эми кетпейсің бе? Кетпейлі қойчы. Сен жоқ, мен қиналып жүрім». «Білем, Ташке. Бирок сен қиналба. Алдыға қадам шілдей бер. Тоқтова. Ақ көйнөгің өзіңе жарашат екен. Мені алып кетші керес». «Жоқ, Ташке. Сен шашпа. Бұл жақта сыға орын жоқ. Сенің уағың келелек. Сені сағындым керес». «Сағынба. Уылдарыңдың жорғына көңіл бұрба. Аз өміріңдегі ырықатыңды көре бер. Мені да көбеле ойлай бербе. Қантып сен ойлай қой алам. Қылчақта ба, келін балдырға қапа болпа. Баса, жүр, мен сені күләшіменен таныстырайыншы», деп Таштанбек керезде жетелегісі келеді. «Мен аны таныйм, жақшы қал», деп қиқырған керезін елесе бұлыт аралап жөніп қалады екен. «Шашып қайда кеттің керез? Мені күләш күтіп жатады. Бұлақтың жегінде жалғыз отырады. Жүр, чоғы бұралшы», деп қиқырған Таштанбек ұшып баратқан керездің артынан чұрқайды емеш. Алғыча керез көздің қайын болып кетеді екен. Көл шал қара терге түшкен Таштанбек жаздықтан башын жуып алды. Күндөгідейлі таңда атырбай тұрған Зурақан ойын сағаны құруғы кірді. Бейқапар күшілдеп жатқан ойды алақаны менен қапталға чап, «Тұрайды, оқын қанған шығар, манқа», деді. Бұш-бұш етіп, кепшеген ала ой мойнын араң бұрып, Зурақанды қарап қойды да, кепшегенін тоқтат бостан бұшылдап жата берді. Қайталап қапталға чапқанда ғана қартаң ой орнан еріне бобдылып, көш-бұш етіп, жайбарақатынан араң тұрды қалғып, ары бері жайпалып. Зурақан жақадағы су менен ойдың желіндерін жуғандан соң, қолын чайқап, чақасындағы қалған суыны чачып жіберіп, сыңар тізілей қалды да, шуылды да сай баштады. Қартаң ой тезіле иіп берді, бірақ көбіктенген сөт чақығы толбай қалды. «Кече тойбай қалдың біле, манқа? Же байқаны қалғансың ба? Күнден күнге сүтіңнің берекесі қачып өле баратыры да, жай тартындағы шүйкімі солып кетсе керек», деп күбіренген Зурақан чақасын четке қойып, орнынан тұрды. Қыңылда бұрдаған болып, сүт қойылған чақасын үйдің оғызғы бөлмесіне кіргізіп қойып, құруғы қайрылып барды. Ойдың ноқты жебен чечеп, мейізіне байлай салды да, бадаға қошу үшін құрудан айдап шықты. Сатардың ақтылашын есе суандың аялы, ажардағы нарақта ойын жетелеп келе жатқан екен, Зурақанды көре қалып, ойының ноқтасын шашып бошыды салды да, «Өш!» деп қолындағы чывығы менен чапқылап айдап жіберді. Аусының алдынан тосып шығып, саламға да келбестен, «Ай, жеңе, мен бір оқмыш ушақ уғып келдім десеңіз?» деп урылық қылып атқансып, екі жағын қыранып алып, қолтықтан алды. «Азыр!» деп анша жақтырбаған Зурақан тегінен қолын түрте салды. Көшеден өтіп баратқан ойларға ойын қошып, нарағырақ айдап салып, Зурақан қайрылып келді. «Қайда ушақ? Қайдан ұлып келдің?» «Айлыға 4 күнге барғам десеңіз?» деді ажар адатынша ақырқы сөзін созып айтып. Таң атқанша араң чыдадым, сізге айтқанша құрсағым чарылып қала тұрған болды десеңіз?» деп бір салыңдап күлді. «Ай, Эми сенің қолы жолың бош, қыларға ішің жоқ, сандалбап сайыздың баштығысың дегендей, қыдырманы қыдырып, сыдырманы сыдырып, қайсы жерде ушақ бар болса, барын чолтып жүре бересің да», деп көңіл қош үйін көздей басты. Қолтығынан қырмай қалған ажар Зурақанды өзіне тартып құлағына бірдеме деп шыурағысы келіп, еңкейе бергенде, «Ой, бай болғыр, айта берші, жармашпайлы, ешкімделе жоқ қо», деп көкірегінен түрте салды. Анысына да қарабастан бір алақаны менен уозын тосып алып, сал еңкейе қалды да шыбырап, «Ай, жеңе, еме бір шумдық десеңіз?» Артқа кетеншіктей беріп, «Ой, шыбырабай елі айтшы тезірек, бай болғыр,
Кимден эле корунуп атасың деги? Деди ачуусу келип. Оң колу менен ооз жагын желпип койду. Анда да шыбыраган койбой, айлыбызда бир жесир катын бар экен десеңиз. Укмайынча кутулбасын түшүнгөн Зууракан токтой калып, анан?" деп койду көңүлсүз мурункусунан саал жуушуй түшүп. Баса, жесир катын эмес экен. Күйөөсү өлүп калып, төркүнүнө келип алган Кудуреттин кызы Күләш деген бар. Ажарды таң кыла тиктеп алды да, Каракулдун катын алып, Эрекулдун эрге тийген менен күйөөсүнөн ажырагандар менен менин эмне ишим бар я? Кыларга иштеп байкалсаң тигине, Айша абысыныңа барчы. Кылып ичкен кыйын аш, кыдырып ичкен оңой аш дегендей, кайсы үйдүн түтүнү коюу чыгар экен деп, экөөң үймө үй кыдырып, ар кимди шыбап жуурулуша бересиңер го, деп бурулду да үйүн карай басты. Артынан ээрчи басып, "Мейли анда жеңе, кайнатаңыз катын алып атса сизге баары бербе? Мага тем боле, чын жүрөктөн чипоко", деп Ажар тутуңдай түштү. "Ия, эмне дейсиң бутам?" деп Зууракан токтой калды да артына бурулду. "Кайнатаңыз ошо жакта турбайбы, деди Ажар жанданып. Аны укканда, "Ооба, эмне болуп турага?" деп Зууракан бир жамандыкты сезгенси бүрпөй түштү. Эки жагын кылчак каранган Ажар, "Ошол, жанагы мен айткан жесир кыздын, то есть жесир катындын үстүнө кайнатаңыз кирип алыптыр десеңиз?" деди бетин чымчып. Оозун баса калган Зууракан, "Койчай, кайдагын айтпай." Ажар кекиртегин колу менен шилтеп, "Өлүп кетейин жеңе", деди көздөрү тостоюп. "Ушак чыгар, ушак деп атасың го өзүң деле. Эртеңки таңды көрбөй калайын жеңе, мына жаным, мына каным." Ажар сөөмөй менен кекиртегин кескенсип, дагы жаңсап алды да, "Нурчайым кызыкеңиздин өзүнө да жолуктум керек болсо", деди энтигип. "Эмне, кыз да ошондой дедиби?" Ал кызыңыз чындыгын айтмак беле? Калыска окшогон жоош момун балага мен тааныштырдым эле убагында. Мен болбосом багы ачылат беле, ачылбайт беле, ким билет? Эле Кудайын тааныбай, эрин бийледи, эринен кийин элин бийлеймин дегенсип чакчырылат. Өзү менен тынган кыз төркүнүн тааныбайт деген ошол да. Деги эле сүйлөшөйүн дебейт, чалкалайт. Өлүңгө турайын. Мени тоготуп да койбойт чиркиниң. Жөн эле көйкөлөт, оштонуп Кудайга курдаш болуп, кулагынан кармап жүргөнсүп. Аны кое турчу. Кайнатам эмне болуптур? Ошону айтчы, Кудай жалгагыр", деди чырылдаган Зууракан Ажардын сөзүн бөлүп. "Айтсам ошол. Угушумча ал Күләш жесир күйөөсүн өлтүрүп, адан калган мал мүлкүн талап, там ташын сатып бүтүрүп, анан төркүнүнө качып келген эмиш." Ооз ачылган Зууракан Ажарды тиктеп туруп калды да, анан эсине келе калып, "Ой, өлүкүңдү көрөйүн десе, дөөрөбөй кайнатамды айтчы. Атам эмне болуптур?" Ажар бетин чымчып, "Үстүнө кирип алган эмиш." Сен өзүң көзүң менен көрүп келдиңби, же ар ким айткан ушакты айтып аласыңбы?" деди Зууракан элейип. Жеңе, бир төшөктө жатканын көрө алганым жок, конечно. Кармап алган жокмун албетте. Бирок элдин баары эле билет экен десеңиз, калк айтса калп айтпайт да. Нурчайым кызыңыз эле кыйкырып жолотпой койду, бирок Күләштин өзүнүн коңшусу Кайыргүл сайрап эле отурат. Кудайдын куттуу күнүндө кайнатаңыз Күләшти ээрчип келип, ачык эле үйүнө кирип кетет экен да, түнөй тимиш десеңиз. Элден уялып корунуп аткан алар жок деди, деп оозун кемшейтип, мурдун чүйрүп койду. Ажар душмандан өч алгансып, табасы канган немедей кекерлүү жылмайып турду. "Мейли, кирсе кирип алсын, алжыган чалышууну кылмак", деп Зууракандагы мурдун чүйрүп алды. Сиз кызыксыз го? Ушинтип эле тим болосузбу? Анан эмне кылайын? Ал жесир кемпирден ким эле келин дедиңби? Бетин тутуп алайынбы? Бири тийип алыптыр, экинчиси алып алыптыр. Жарашып калыптыр, кут болсун. Кучакташып жата берсинчи. Да, сизди акылдуу даткалардан деп жүрсөм, кары барып, каны катып калган, суу ичпеген тарактан 5 бетер какшып, какчыйып, куурап калган неменин кайсы жерин кызганайын? Бырышкан чүпүрөктөй солуп бараткан кайната сүрөйдүн эмнесин алып катындан талашайын? Деди Зууракан оозун басып, маашырлана кыткылыктап күлүп артына бурулуп.
Зурақанның қолтығынан қырмай қалған Ажар: «Ай жеңе», деді бұлқып өзіне тартып. Зурақан жақтырбай: «Ай, емне қыл дейсің еме?» деп қолын сілкіп алды. Адатынша шуырап: «Сіз ештемеге түшінген жоқсыз бұ?» Аң-таң болған Зурақан сұрулы қарап қалды. «Иә, емнеге түшінішім керек еле?» «Ай жеңе, десеңіз?» Ал қатын ошол сіз айтқан құрғап қалған чалдың емнесіне қызығып атты болды деп ойлап қойбайсыз ба?» деп Ажар тауышмақты қылтиып қалды. Сал ойлана түшкен Зурақан алақанымен озын басып, көздерін ашып жұмып: «Біздің чалыбысындағы мүлкіне қызығып атат дейсің бе?» Бетін чымчылаған Ажар: «Ай жеңе, сіз балалы бойдан суға. Анан бүкчүйгөн абышқанын емнесіне таңырсақ болмағылы? Баса, үйіңер кімнің атына жазылған, иә?» Көздерін айтқан Зурақан: «Хит білебе?» деді да анан: «Баса десең?» деп барып ойлана қалды. «Ошондой жеңе, Күләш менен кайнатаңыз некеге туруп алса, концерт мына ошондо башталып жүрбөсүн. Ал жесир бирдемени ойлоп алып, план түзүп, анан койнун ачып атат да. Мындайлардын талайын кылган катын силерди аяп коймок беле?» Ажардын акыркы сөздөрүн угукпаган Зурақан артына бурулуп, үйүн көздөй шыпылдай басып жөнөдү. Босогосун аттай бергенде сыртка чыгып келе жаткан Сатарды сүзүп ала жаздады. «Сатар, срочно калыстыкына барышыбыз керек. Тез кийин, бол», деди аптыгып. Уйкудан жаңы эле ойгонгон Сатар: «Иә, эмне болду?» деди жакшы түшүнө бербей. Төркү үйгө бет алган Зурақан: «Шашпасак болбойт». «Тынчылык бу деги?» деди Сатар алаңдап, аялынын артынан басып. «Тынч эмес». «Я, кокуй. Атам бирдеме болуп турбу?» «Ооба». «Эмне? Каза болуп турбу? Ким айтты? Кабары келдиби?» «Барба деп жакшы эле айттым эле. Баласы жок байкуштай болуп, өлүгү башка үйдөн чыгат экен да эми. Болгондо да күйөө баласыныкынан. Ай, арам өлгөн адам да мындай болбостур», деди көздөрү алаңдаган Сатар өрпөйүп, өзүнчө эле сүйлөнүп. Күйбөлөктөгөн Зурақан артына бурула берип: «Жок, ой, өлгөн жок». «Анан эмне болуптур? Ооруп калыптырбы?» «Жок. Ой, анда эмне болду деги? Айтчыбай булгур». «Ай, ушундан көрө өлүп калса болмок экен». «Эмне? Сен эмне деп дөөрүп атасың?» «Ай, дөөрүгөн эткен эч ким жок. Сен уга элек шумдуктар бар биякта». «Кандай шумдук? Жанды чыгарбай айтчы». Отурчу мындай», деп өзү да орундукка тизе бүгүп: «Атам бир жесирдин үстүнө кирип алыптыр». «Иә, ошол элеби?» деп Сатар үшкүрүп алды. «Сен түшүнбөй атасың». «Эмнени?» Ооз ачылган көзүн тиктеп калган Зурақан: «Бул жанагы сенин жаналгычтай болгон карындашыңдын кылганын билишимче», деди да: «Сатар, сен бирдемеге түшүнүп атасыңбы?» деп эси оогондой акыбалда турган күйөөсүн капталга түрттү. «Түшүнүп эле жатам. Атам бир кемпирдин үстүнө кирип алыптыр». «Жок». «Эмне жок?» «Кемпир эмес экен ал». «Анан ким экен?» «Жаш эле келин окшойт». «Койчай, атам эле жаш келин дайын туруптурбу?» «Дайын болгондор да бар экен да». «Өчүн элеби?» «Ошонун чынтөгүнүн билиш үчүн баралы деп атпаймынбы?» «Эми бир кемпирдин үстүнө кирип алса алган чыгар да. Убара болуп эмне кылабыз? Бойдокчулук деп койчу беле мындайда», деп Сатар ырсалаңдап күлгөн болду. «Сатар», деп Зурақан кыйкырып жиберди. Заматта мустой калып: «Кыйкырбачы мага. Эмне болуп кетти анчалык? Атам бир катындын үстүнө кирип алыптыр. Подумаешь, проблема. Эң негизгиси, сага түшкөн түйшүк азайыптыр. Бир отоло кутулупсуң. Поздравляю. Дайыма айтасың го, башыма үйүлгөн бул түйшүктөн качан кутулам деп. Вот, пожалуйста. Кабыл ал, кутулдуң. Сага мишайт бербесе болду да. Бизден олак оокатын кыла берсин, ойлонуп да кереги жок», деди Сатар камырабай. «Мишайтты айтасың да. Керек болсо, биз көчөдө кала турган болуп атабыз, түшүнсөң», деди шыбырап. «Иә, эмнеге? Ачык эле айтчы, табышмактатпай». «Ачык айтсам, атам үстүнө кирип алган келин калыстын айылынан болот экен». Шашкалактаган Сатар: «Анан болсо эмне болуптур?» деди шилекейин кулк эткизе жутуп.
Ошондой, ал катын жөн эле күйөөдөн чыгып келбестен, бунунку күйөөсүн өлтүрүп, үй мүлкүн талап тоноп, анан төркүнүнө качып келген балекет экен. Таза монастыр кылып салдың го сен аны. Кантип эле күйөөсүн өлтүргөн катынды камап салышпасын. Мыйзам бар, милиция бар да, Эми өз көзүбүз менен көрүп келели деп жатам го. Мен милицияң менен мыйзамыңдын бар же жогун... болуптур. Бардык, көрдүк. Атам бир катындын үстүнө кирип алганы чын экен. Андан ары эмне кылышыбыз керек? Атамды ал катындын койнунан жулуп алып келишибиз керекпи? Ооба, жулуп алып келиш керек. Керек болсо жылы албай тургандай кылып, кишендеп салыш керек. Андан да жакшысы атаңды аңги кылбай, бычып эле салсаң да туура болот. Чектен чыкпачы, себебин айтчы. Себебин угуп турам да. Коокусунан эле ал катын менен мыйзамдуу никеге турушса, могу биздин үйдүн ээси ошол катын болуп чыга келет. Атаң өлгөндөн кийин тамды сатып салып, басып кетет. Сен ошого макулсуңбу, я? Жок, Ошо да, өзүң өлүп көрчү. Кандай гана кордук менен инилериңди өз алдынча бөлдүк эле, я? Эсиңден чыгып кеттиби? Жокту бардай кылып айттык. Барды тоодой кылып айттык. Алдаганын алдадык, коркутканын коркуттук, үркүткөнүн үркүттүк дегендей. Бирөөсүнүн колуна бирдеме кармата салып кутулдук. Экинчисине мал келиңди берип чыга бердиң. Үчүнчүсүнө заңгыраган 2 комнат там салып бердик. Кутулдук деп жүрбөдүк беле? Бирок өткөндө кайра башталып кетти го, я. Сен балекетсиң, Мен ойлобогонду кантип ойлоп таап аласың билбейм. Ошо да, мен болбосом сен капкачан жолдо калмаксың. Билип жүрсөң, деп Зууракан бултуңдаган болуп калды. Болду, койдум, билип жүрөм. Эми элестетсең, бул тамды араң ажыратып алсак, кайдагы бир жолдун катын келип эле даярга тап болуп, үй жайга ээлик кылып алат экен да. Тапкан экен май башты. Ага кармата берчү мен эмес. Өлбөгөн жерде кылам. Зууракандын өңү бузулуп, көздөрүнөн заар чачырап кетти. Ончалыкка барбастыр, деди Сатар жалтактап. Аялдын кыялы кармап кала тургандай чочуп кетти. Зууракан бир чекитти тиктеп туруп, ишенич жок. Аракет кылбасак, как талаада кылабыз. Баса, Нурчайым карындашың кылган ырас борканы эстесең, атамды көздүн карегиндей кылып карайбыз. Жүдөтпөй багып кагып алабыз деп эдиңер беле. Ал убадаңар аткарылбай калды го, деп беттен алышты го бир туугандарың. Особенно Акбар менен Жайнагүлгө Кудай берип койду го. Чантыгынан жата калышып бизди үйдөн азыр эле кууп чыккылары келип кетти го. Саал эле илинип турат. Тийип кетсең эле сийип кеткени турушат. Ойбой, акында болуп кетесиң го черкен. Сенте жататта таланттын баары былгып, деп Сатар кыткылыктап күлдү. Башын койкуңдотуп алды да, талантты көрө элек экенсиңер. Бул тамды бирөөгө бергичекти өрттөп жиберип басып кетем, деди Зууракан көздөрүн алайтып. Тамашаңды кой, чында өрт коюп жүрбө, сага ишенич жок, деп Сатар чочуп кетти. Коркпо, бирок мен жүгөнүмдү шыпырбайын. Жиним келсе, чындасам эч кимди аябайм. Билем, сенин кыялыңды менчелик эч ким билбейт чыгар. Ал катын ушинтип жүрүп көнүп калган экен да, опытный болуп. Бирок мага жолукса оңдурбайм. Алдыман чыкса бутун кесип салам, бетин тытып, колуна карматып коем. Кой, эми катуу кетпе. Бул элек нерсеге да ачууланасыңбы? Сактан деген, сактансаң гана сактайм деген. Мейли, көрө жатарбыз, деди Зууракан саал жоошуй түшүп анан. Атамды айтам да, чын эле сен айткандай бойдокчулукка жарайт бекендеги? Же жылуу сүйлөмүш болуп койсо эле эрип кеттиби ал шорту? Деди ойлуу. Кайдан билейин? Баса, атамды кантип алып келебиз? Барбайм десе кантебиз? Шылтоо тап. Бизди уят кылдың, төтө-мөтө, кыскасы намыстанган боло бер. Сенин бирдемен кетмек беле? Балаң жокпу? Байкушсуңбу? Эл эмне дейт? Жана башка дебейсиңби? Жашоо бул уруш, ошол урушту жеңген гана жакшы жашоого укук алат. Ал эми кандай жол менен жеңишке жетебиз? Ал не важно. Ничего, көрө жатабыз. Эсиңде болсун, мен артка кайтпайм. Жарайт. Бирок атам ал катынды үйгө алып келем десечи? Таптакыр болбой баратса айла жок макул болобуз.
Ну, эми үйгө келсе дагы бирдемесин кылабыз да. Ойлонобуз дегендей. Тирүү жанбыз биз дагы. Придумаем что-нибудь, деди Зууракан кылтыйып ойлоо. Сатар менен Зууракан калыстын үйүнүн астанасын аттаган калыбында туруп калышты. Бир жаман кабар алып келгенсип, өңдөрү куп-куп эле. Калыс ордунан тура калды да: "Келиңиздер, саламатсыздарбы? Төргө өтүңүздөр, аке", деп колун сунду. Калыстын берген саламын түзүктөп алиге албастан, колун учкай кармап Сатар башын болор болбос ийкеген болуп койду. Картайганда калжаңдап, деп андан ары сөзүн улай албай буулугуп барып анан: "Ул эмне кылганыңыз, ата? Эл караган бетибиз жер карап калды го", деди Сатар. Жак эттери диртилдеп, көздөрү чанагынан чыга жаздап, атасын тешетиктеп туруп калды. Сөзүнүн төркүнүн түшүнгөн Таштанбек жер караган калыбын жазбастан өндөбөй отура берди. "Эмне деп жооп кайтарам? Туура айтып атасың. Караганда калжаңдап уят болдум. Шерменде болдум дейминби? Же жаңылдым, жаздым, кечиргиле деп өз баламдын мойнунан кучактаймынбы? Ошондо эмне өзгөрөт? Эч нерсе өзгөрбөйт. Болору болуп калды, бою сыкканып калды" деген ойлор келип, баласына тик карай албай көзүн ала качып атты. Нуржайым атасын бир карап алды да: "Аке, жогору өтүңүз", деп ортого дасторкон жай кетти. Сатар акырын сөзүн улап: "Ата, бир бутуңуз менен көрдө турганда", деди да андан ары сүйлөй албай дагы токтоп калды. Сөз таба албай калдыбы же ачуусу келгендиктен буулуга түштүбү, үйдөгүлөрдүн эч кимиси билген жок. Акеси эмнени айткысы келип атканын баамдаган Нурчайым гана сөзгө аралаша калып: "Аке, сүйлөйт десе эле сүйлөй бербеңиз. Алды артыңызды карап сүйлөсөңүз боло. Канткен менен сиздин атаңыз болот го", деди. "Ияде, сен эмне дегени турасың? Картайганда күч күйөө болгондо туура дегени турасың го ошондо?" деди Сатар көздөрүнөн чаар чачып. "Жок, мен антип айтайын деген жокмун биринчиден. Экинчиден, анчалык эле намустуу экенсиңер, атамдын алдынан өттүңөр беле? Карызыңардан кутулдуңар беле өзүңөр?" деди адатынча чечкиндүү. Бетинин түгү тескери айланган Сатар: "Эмне деп өтүшүм керек экен? Кайсы карызды айтып атасың сен?" деп кыйкырып жиберди. Саал унчукпай туруп анан: "Жашыңыз 100 жарымынан ашып калды, Кудайга шүгүр. Билбейсизби? Баланын карызы, парызы деген түшүнүктөр жөнүндө кабарыңыз барбы деги?" деди Нурчайым агасынан калышпай, ныктай сүйлөп. Көздөрүн ал айткан Сатар: "Эмне деген карыз парыз экен, кокуй?" деп дагы кыйкырды. Билбей турбайсызбы? Мындайды жеңем айтпай калсын, билип алыңыз анда. Байбичесинен айрылган атасына балдары: "Үйлөнүп алыңыз, ата. Кемпир алып берели" деп 3 жолу айтып алдынан өтөт, салт боюнча. Карыздан кутулат. Сатардын оозунан кеби түшүп калгансып дымый түштү да бирок сыр бергиси келбей: "Кайдагын айтып башымды оорутпачы. Бышык болуп кетет. Салт билгич болуп чыга келет дегеле. Андай эле кыйын экенсиң, сен айтпайт белең? Сен деле баласы болосуң го. Же апам сени ээрчитип келди беле?" деди саал жуушуп. Ошондо барып бут кийимин чечти да атасынын жанынан орун алды. Зууракан Сатарды ээрчип барып, андан ылдый тизе бүктү. Анан бирдемени эстей калгансып: "Токто", деди көздөрүн жүлжүйтүп, сөөмөй көтөрүп. "Сен атамды атайын алып келип, баса дейм да. Айтам, баленин баарын сен кылып аткан турбайсыңбы?" деди Зуураканды карап. Зуурахан бырс этти. Анын өңүнөн табасы кана түшкөнү байкалып калды. Нурчайым жеңесин бир карап алды да бирок байкамаксан болуп койду. Сатар акеси аялынын үйрөткөнү боюнча атайлап айтып атканын түшүндү. Нурчайым сүйлөп да жатты, дастарконго даамдарды коюп да жатты. "Мен деген кыз болом. Чыккан кыз чийден тышкары деген кептин төркүнүн билесизби? Кыз киши төркүнүнө мейман гана болуп барып келип турганы жакшы жышаан болот. Мен барып сиздин үйүңүзгө кожоюндук кылсам сизге жагабы? Жеңемди айтпай эле коеюн. Хотя билип турам, бу да болсо жеңемдин тыңдыгынан
бышықтығынан жетіп келдіңіздер, деп алдыртан жеңесін қарап алды да, атасының алдынан балдары өтіші керек. Алыр емес, керек болса апасы жесіріп қалғанда да күйеуге тиіп алыңыз апа, деп апасына да 3 рет айтыш керек екен, білішімше, ұғышымша. Ей, сен тап-тақыр еле оттап кеттің, деп Сатар қатқырып жіберді. Ошол замат Зуурканды қарай қалды эле, тирмейіп тешетіктеп тұрған екен. Аның көз қарашынан «Қара ташыңа қатқырып атасың ба?» деген сөзді оқығандай болды да, заматтан остоя түшті. Нурчайым әкесінің өңі өзгере түшкенін байқап, «Мына қыздың төріндегі оқиғалар сізге жақпай жатпайбы? Турабы?» «Я». Өрт алғансып, уху ұқпай, анығына шығып-шықпай тұрып, таң атпай жетіп келдіңіздер ғой. Қандай болады екен? Намысыңызға тиіп кетті бе? Деп Сатарды қарап алды. Ошо намысқа тиген үшін келіп отырабыз, деді Сатар жалтақ-жалтақ Зуураканды тіктегілеп. Ошондай болады. Эми елестетсеңіз, қалыс экөөбүз ушул жерден атама кемпир алып беріп, никесин кыйып салдык дейлі. Кандай болот ошондо? Жагымсыз иш болобу? Ошондо балдарына сизге кеп сөз тиеби? Жүтүлгөн болуп, көп сөз, бок сөз. Акылман болгонуңду токтотчу. Ансыз да ел караган бетибиз жер карап шерменде болуп калдык. Сөздүн кыскасы, биз атамды алып кеткени келдик. Ата, кеттик, деди умтулган болуп. Алды артыңызды караңыз, колуңузду көп эле шилтей бербеңиз. Атам сиздин балаңыз эмес. Нықтабай, корсулдабай сүйлөсөңүз, кайтпайын десе жанды кашайтасыз да. Сатар Зуураканды жалт карап алды да, башы шылкыйып отуруп калды. Ансайын Нурчайымдын чырагына май тамгансып, баласынын төрүндө отурганда, ошол баласы атасын карап кыйратты беле? Же ата керек болгондо гана издеп каласыңарбы? Карындашынын сөзүн түшүнгөн болуп, атамды керек кылып биз иштеткени алып кеткени жаткан жерибиз жок. Эмне эле айтып атасың? Ачык айтып анан атып салчы деген болду Сатар. Аке, атамдын акыбалына кызыкпай туруп, мүлк керек болуп аткандыгын билмексем болбоңузчу. Эми мүлктүн берде тиешеси эмне? Сүйлөйт деселе сүйлөй бербечи, сен дагы, деп Сатар ачуусу кайра келип, укурукузуун ташталып аткандыгын жашырам десеңер, жаңылышасыңар. Баары билинип көрүнүп эле турат. Же жеңемден башкалардын баары макулук болуп калган деп ойлойсуңарбы? Зуураканды жалт карап, койчай, унчукпай койсо четке чыгып баратасың да, деп бакырды Сатар. Ансайын Нурчайым от алгансып, унчугуңуз, эмнеге унчукпайсыз? Кана, мен да каалап турам сиздин унчукканыңызды. Ири олтуруп түз кеңешели. Бул жерде бизге мишайт бере турган эч ким жок, деди да Зуураканды тешеттик дегенин улантып, бирок жыгылып каларыңарды билесиңер силер. Ошондуктан өмгөктөй берсек, акыры жеңебиз дейсиңер. Мейли, жеңиш силердики эле болсун. Талашкан биз жок. Бирок кайда отурганыңызды билип, түндүктү караганыңыз оң болот. Жан жагыңызды аңдап байкасаңыз боло, күйөө балаңыздын жооштугунан пайдалана берем дейсизби? Деди Нурчайым мостоюп. Карап эле турам, деп корс эткен менен Сатар саал жоошуй түшүп, жакшы эле мейман болдуңуз го ата, жетишет, эми үйгө баралы, деген болду. От алганы келгенсибей отуруңуздар, же душманыңыздын үйүнө келдиңизби? Деди Нурчайым дасторкондун четине шакылдап кайнап турган чайнекти коюп атып. Ооба да, келиңиз, дамга караңыз аке. Чакырып келтире албаган меймандар келип калыпсыздар. Дегеле канча болду биздикине келбегениңизге? Бир жандык сой кылайын, куш келипсиздер, деди жандана түшкөн калыс жайдарланып. Чайга күйбөй жатканда кайдагы жандыкты айтасың да? Шашпай мейман боло турган маал болуп турабы? Ойланып сүйлөсөң боло мындай, деди Сатар калысты жекире карап. Акесинин сөзүнө ачуусу келип атса да, өзүн карманган Нурчайым, аке, сыйга сый дейт эмеспи? Күйөө балаңыз жетин албай атат. Тоодой таштай кайнаган менен жеңем келип калыптыр деп, сиздерге сый көрсөткүсү келип атат. Анын эмнеси жаман, я? Атамдын шылтоосу менен бир келип калыпсыздар, башка күнү келбей. Бир чычкак жандыктын этине күйбөсөңүз да, куурдагынан ооз тийип кетсеңиз боло.
Biröler soýdap soýdyra albayt eken, ha biröler soýulyp turganga küýpöý oştonuşat eken, dedi Jonatan süýlebey oturgan Zurakandy közüni kıygy mene qarap. Zurakan jegesiniň kuçnaşyna tegize süýlegen sözüne özü razy bola düşdi Nurçaýym içinden. Atamdy şulto kılganyňar jakşy eken, dagy emne kılıp paýdalandyňar. Şamal kaýdan bolup atkany biline başladyby deýim Zuraş, dep Satar Zurakandy qarap gülüp kaldy. Nurçaýym ordunan şıp etip tura kaldy da, sen çay kuýup dur, dep kalasyn aldyna demdilgen kiçinekey çaýnekdi jyldyryp, jandykty jakdyrbasaňyz gozunyň sürsügen eti bar. Men et assa salaýyn, dep sırtky bölmege joňady. Tokto, dep Satar karındaşyna kaýryldy da, et jep otura turgan kez emes debedimmi? Dedi Mustoýup. Nurçaýym toktoy kalıp artına buruldu da, zamat ele bışat, gozunyň eti bir kaynasyle boldu da, dedi. O da oturuňuzlar ake, dep kalysda çyrylap kaldy. Satar Zurakandy közüni kıygy menen qarap, jok, jolga çyga bereli. Zurakan jertiktep unçukpady. Satar buyruk jok ekenin düşündi okşayt, unçukpay kaldy. Çay içilgendin ortasynda ele pışıp kalat. Hatama arnap soýulgan bagalan gozunyň eti bar. Görgen aştan birbegen görgen süzdün balasy demekçe, atam jegen etten oğuz tigizbey kantyp çygarala. Atamdın gelgenine 3 ay boldy. Soýganyňar bir gozu bolsa, eti sürsügenden ötüp katypda kalgandyr. Gary kişiniň kyzyl egen katu et menen kandap jatkanyňarga jol bolsun. Bir gozunyň etin sary maýday saktap sandykka salyp katu oturasaňarby? Dep Satar byrs etip gülüp kaldy. Tamagyny kırıp algan kalys, soýlu ele jatat, gozundan ele üçünçüsü bul ake. Kunajyndyň eti de bar, dep çypylykdap jördi. Bizden kapçygybızdy tekşirgene kelgen jok çygarsyz, maýlanbasaňyz çake. Andan göre keňeşip kesken barmakdyň uğraganyny ukkan emesmin. Hiri oturup tüz keňeşeli, dep süýlengen Nurçaýym sırtky bölmege çygyp ketdi. O ake, çayga garaňyzlar, dep kalys boşugun piyalaga çaydan kuyup uzada başladı. Tezeli kayra kirgen Nurçaýym koluna karmagan başlıktan et alıp çygyp kazanga saldy. Hake, çet çakasyny ugup bilip kelipsizdir. Sözünü togy terini aýtala. Bul jerde böten eçkim jok. Molda çakralda atam menen Külaş ijeniň nikesini kıyala, dedi. Kaýdagy nike? Sen emnen aýtyp atasyň? Dep çok baskanday Satar kıyqırıp jördi. Jaňyly salgan nany Satardyň oğuzyna atyp çykdy. Kolu menen oğuzyny basa kaldy. Kıyqırbaňyz ake, men jön gana akıl salyp atam, dedi Nurçaýym savurdugy menen. Senin aklyň uşul bolsa, oňup kaltyrбыз. Aňga düşüre turgan akıl eken, dedi Satar Zurakandy kılça qarap. Haki oýlansaňyz, nikesi jok degen söz jakşy bolje, dep barıp toktoy kaldy da kazanga suwdan kuyup jörüp, söz kimge tiyet? Halbette baldaryna, silerge tiyet. Satar oğuzun jasap süýleýin dep kabanyp kalganda, Zurakan kulagyna birdeme dep şıwrap kaldy. Azga unçukpay turganan, ançalyk boldy, bolupdyr. Atamdy kempiri menen koşup aýylga alyp barala. Bezin aýyldan da molu tawlat. Özüň aýtganday küýe bolasy nikesini kıydırdy degen kepke kalbayla, dedi Satar. Nurçaýymyň çyragyna maýtam galyp, "Jan ele uşunup beýtmeleňiz? Haýla getkende kız küýönün töründe nikesini kıydyryp şermende bolabızpy dep korkup jattym ele. Ras boldy.